Балаға травма болады, қолдайтын ата-анасы қорлаған кезде, зорлаған кезде, қолдайтын кезде, төмендеткен кезде, жаны ауырып жыласа, аузыңды жап деп ұрып итеріп тастаған кезде. Өкінішке орай, қазір қоғамда ұл бала тұрмақ, қыз баланы да ұратын әкелер бар екен. Ол біз күнделікті тәжірибеде көріп жатамыз. Қазақта мүлде қыз балаға қолдың ұшын тигізбеген. Егер әкесі ұратын болса, қыз бала бақытсыз болады деген сөз егер айтылмаған. Сіз баланы сол тәрбиелеп жатырмын деп ойлайтын шығарсыз. Ұрып соғып тәрбиелеу ол тәрбие емес. Сіз бірінші кезекте өзіңіз баланы тәрбиелеудің орнына өзіңізді тәрбиелеңізші, өзіңіз жақсы үлгі көрсетіңіз. Сол кезде ол бала жақсы болып тәрбиеленеді. Баланы, қыз баланы әсіресе сүйіспеншілікпен, махаббатпен тәрбиелегіңіз келсе, айтып түсіндіріп, ұрып соғу тәрбиелеу емес, ол қорлау. Соншалықты бір қорланған қыз барған жерде мейірім махаббат бере алмайды, жылу көрмеген қыз махаббат мейірім бере алмайды. Балаларына ол дұрыс тәрбие бере алмайды. Сіз қыз балаңыздың, қызыңыздың бақытсыз болуына үлесіңізді қосасыз.